Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз ордер блок деген тақырыпты өтеміз. Ең алдымен ордер блок бізде қалай, қай жерден іздейтінімізді түсінейік. Мысалға, мынау бізде баға жоғары қарай бағытталған тренд, көріп тұрғанымыздай. Бізде восходящий трендте мысалға тек қана лонг позицияны қарастыруға тырысамыз. Ал бізде ордер блоктар қай жерде орналасады? Ол әрине біздегі лойларында орналасады. Яғни мына бір бөлікте ордер блок болады. Біз оны қазір қалай дұрыс табу керек екенін түсінетін боламыз. Мына бір бөлікте ордер блок болады, Осыларды біз қалай дұрыс табамыз, соны қарастырамыз. Енді қараңыздар, бізде бұл восходящий болса, енді нисходящий да қарайық. Бізде баға төменге қарай бағытталған тренд, төменге қарай бағытталып келе жатыр. Осы кездегі біздегі лой емес, енді хайларында көріп тұрғандарыңыздай ордер блоктар орналасатын болады. Енді бұл ордер блоктар бізде нені білдіреді? Біз когда ордер блокты таба аламыз? Тек қана ордер блоктан откат ала ма, әлде басқа да бізде пой зоналар бар ма? Енді қараңыздар, баға бүйтіп өсіп келе жатады. Когда біз бос болған кезде, помните, біз сіздермен бос туралы өткен ек қой, осы жерден бос болған кезде бағада, сонда ғана біз не істей аламыз? Ордер блокты іздей аламыз. Міне, бос болды. Бос дегеніміз алдыңғы хайды бізде пробить етті, Мына хайды бізде не істеді? Мына жерде пробить етті. Яғни мына жерде мынау бізде ұзын уже пробить етті импульспен. Импульспен пробить еткеннен кейін бұл жерде бізде бос болды. Баға не істеді? Қайта айналып осы жақта зоналарға келе бастайды. Мына жерде имбаланс бар. Не бар, блок бар, бізде. Сол жерге баға келе жатқан кезде біз өйстіп бос болғандықтан ғана ол бірінші подтверждение, біз мына жерден уже естеміз ордер блогымызды тауып алып отырамыз. Ордер блог, имбаланс, пойзаны, 0,5 бәрін тауып алып отырамыз, өйстіп отырамыз. Сосын баға келеді да, бізде не істейді? Баға осы жерде біздегі неге келеді? Тіреліп, осы не имбаланстан, не астыдағы біздегі осы жақтағы блоктан откат алады, келіп келеді, осы жақтан откат алады, біз кіріп кетеміз сделкаға. Біздегі тейк жақын жердегі алғашқы хай болады. Мына жер бізде тейк болады. Мысалға біз кіріп кетті, бізде мысалға стоп-лосты қайда қоямыз, Мысалы, ана жерден қояйын. Стоп-лосс бізде всегда блоктың артынан кішкене ниже тұрады. Кішкене ниже тұрады осылай. И стоп-лосс бірінші тейк, соответственно, бізде осы болады. Яғни жақын жердегі хай болады, бірінші тейк. Бұл бізде енді қараңыздар, осылай қозғалыс. Стоп-лосс неге чуточку төмен, потому что иногда ликвидность снятие деген нәрсе бар бізде. Сол кезде баға чут фитильмен астыға қарай зонадан асып кетуі мүмкін. Бірақ біз бірден кіріп кетпейміз ғой міндетті түрде. Біз міндетті түрде слом болған күтеміз. Сломды келесі тақырыпта айтамын. Енді кеттік. Қайтадан бізде бос болады. Мына жерден біз кірдік, өсті, бос болды. Содан кейін бағаның қайтадан бос болғанын тексеріп алғаннан кейін, мына жерде бізде бос болды, міне. Онда біз мына жерден істейміз, уже блок сызамыз, имбаланс сызамыз. Осы жердегі міне зонамыз бізде не болады? Яғни мықты откат беретін, реакция беретін зона болып табылады. Дәл солай бізде шорт түрінде де мысалға баға не істеді? Құлады. Құлағаннан кейін мына жерде не істеді? Бізде бос болды. Бос болғаннан кейін ғана біз мына ордер блокты не істей аламыз? Эффективно жұмыс жасайды деп бүйтіп белгілей аламыз. Мына баға мүмкін имбаланстан откат алады. Мына баға мүмкін осы ордер блокқа келіп не істеді? Тест жасап төменге қарай кетеді, Дәл солай бос болған кезде ғана біз міндетті түрде пой зоналарымызды сыза аламыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз ордер блоктың формациясын қараймыз. Жаттап алатын нәрсе хай мен лойда, яғни лонговойда біз неден қараймыз? Лойдан, шартовойда біз не істейміз? Хайдан қарайтын боламыз. Енді кеттік. Мен сіздерге мынандай сурет не істедім? Дайындап қойдым. Енді кетіп, бізде дұрыс ордер блок всегда имбаланспен бірге жүреді деп аталады. Мысалға, қараңыздар, баға бізде импульсивті түрде өскеннің алдында, мысалға, соның астындағы ең не тұрған, біздегі қызыл свеча дейді. Всегда ордер блок деп айта алмаймыз біз оны. Өйткені бізде не болады? Ол жақта мысалға имбаланс болмай қалуы мүмкін. Біз оны қазір түсіндірем. Ең алдымен ордер блок нақты дұрыс болуы үшін бірінші алдыңғы свечаның, көріп тұрсыздар ғой, фитилі снятие болу керек, яғни снятие ликвидности болу керек. Бостан кейінгі маңызды нәрсе ол бізде снятие ликвидности. Алдыңғы свечаның фитилін шешу керек. Ол былай болып тұрған жоқ, міне мына свечаның фитилінен жоғары жақтан андай болып тауып тұрмау керек. Бұндай болатын болса, бұл ордер блок бізде дұрыс емес. Содан кейін бізде бірінші, екінші, үшінші қайтадан санаймыз. Лонговый ордер блокты қарайтын кезде астына санаймыз. 1, 2, 3. Осы 3 свечаның арасында имбаланс бар ма?
имбаланс бар, иә. Онда осы ордер блок дұрыс болады. Міне, көрдіңіздер, қараңыздар. Міне, астындағы ең төменгі лой свечамыз. Ол алдыңғы свечаның бізде несін шешті? Лойын, яғни фитилін шешті. И, соответственно, 1, 2, 3. Бізде не бар? Бұл жақта имбаланс бар. Значит, мынау бізде ордер блок болады. Есімізде сақтаймыз. Лонговый ордер блок деген кезде біз астынан бастаймыз. 1, 2, 3. Енді кеттік. Бізде мынандай ситуациялар бар. Осындай кезде қараңыздар. Бірінші, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бізде не жоқ? Мына жерде бізде пустая свеча, яғни мына хайын, не лойы, мына алдыңғы свечаны шеше алмай тұр ол. Енді қараймыз. Біз 1, 2, 3 имбаланс бар, значит, бізде ордер блок деп дұрыс белгілемейміз. Бұл бізде қате ордер блок. Инвалидный, яғни ол дұрыс жұмыс жасамайды бізде. Келесі бізде 1, 2, 3. И при этом мына жерде бізде гэп жоқ, ешқандай имбаланс жоқ. Мынаны біз ордер блок деп ала алмаймыз. Түсінікті ғой. Я, сәл қиын болуы мүмкін, өйткені бізге ордер блокты оп-оңай нәрсе ретінде түсіндіре салған, но на самом деле осындай нюанстар бар. Енді кетіп графиктен қарайық біз. Мысалға, бізде мына жақта графиктен қарайық. Осы жақта мысалы қазір біз лонговый нені қараймыз позицияға, и потом шартовый қараймыз, иә. Бізде не болып тұр? Мына жақта бос болып тұр, иә. Бағада бізде мына жақта бос болған, көріп тұрғандарыңыздай. Мынау бізде 4 сағаттық таймфрейм. Қазір мен ордер блоктарының қолдану несін түсіндіретін боламын. Яғни қараңыздар, түсіндіретін нәрсе бізде ордер блокты қай уақыттық таймфреймдерде қолдана аламыз біз. Ол біріншісі бізде 4 сағаттық күндік және 1 күндік таймфреймде біз ордер блокты қолдана аламыз. Өйткені HTF-дағы пой зоналар, үлкен таймфреймдегі пой зоналар бізде всегда откат беретін пой зона болып табылады. Ал 15 минуттықта, 3 минуттықта біз ТВХ табамыз. Қараңыздар, бізде мына жақта не болды? Бағада бос болды, вот баға бүйтіп ұшты, келді, иә. Тағы да өсті, вот. Бізде уже бос болып тұр, вот. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар, битті. Енді баға астыға қарай келетір. Вот, астыға қарай келетір. Біз осы жақтан не істейміз? Ордер блок тауып қойымыз керек, чтобы біз жоғарыға қарай сделка ұстау үшін. Енді кеттік, біз төменгі свечаны қараймыз. Төменгі свеча бізде мынау, иә. Енді біз 1, 2, 3 деп имбаланс мына жерде шықпайды. Бұны біз уже кіші ТФ-да қараймыз. Біз мынандай осындай импульсын алдында тұрған қарама-қарсы свеча, ол бізде осындай ордер блок деп несет бізге түсіндіріп қойды. Міне, осылай түсіндіріп қойды. Бұл өте қате, өйткені бұл всегда не работает. Түсінікті ғой. Бұл бүкіл жерде жұмыс жасамайды. Енді мысалға мына жерді қарайықшы. Мына жерде бізде не болып тұр? Тоже бос болып тұр, иә. Баға не істеген? Құлаған, откаталған және жоғары не істеген? Имбаланстан откаталып кетіп қалған. Мына жақта бізде тоже, соответственно, бос. Мына жерде баға консолидацияда болған, бірақ коррекциясы бар. Бос болып, енді қараймыз. Бізде төменгі свеча мынау, көріп тұрғаныңыздай. 1, 2, 3. Не істеп тұр? Бұл жерде бос болды. Мынау бізде кіші ТФ-да қозғалысы, яғни мына жерде сәл түсініксіз болуы мүмкін, өйткені бәрі бір-біріне жақын. Ол былай қозғалған, қараңыздар. Бүйтіп құлаған, өскен, перехай жасаған, яғни мынаны обновить еткен, төменге қарай құлағанда бізде имбалансты тестировать еткен, қайтадан жоғарыға қарай өскен, қайтадан құлаған, өскен, иә. Сәл бізде структурасы түсініксіз болып тұр, да. Ал мына жерде енді сіз түсінетін нәрсе, қараңыз. Осы жерде мынау. Мына жердегі қараңыз, бос жасалынды ғой. Мына 1, иә, ең төменгі свеча бізде қара. Свинг свечамыз. 1, 2, 3. Арасында имбаланс бар. И, соответственно, мына свечаны фитилін шешіп тұр. Ол пустая свеча болып тұрған жоқ, сары свеча болып тұрған жоқ бізде. Сондықтан бұл бізде не болады? Ордер блок болып табылады. Баға ордер блокқа келеді, ордер блоктан откат алады. Енді біз мына жерде кіретін позициямыз былай болады. Лонговый позицияны қарастырамыз. Мысалы, ордер блок 0,5-касын сіз қойсаңыздар да болады, немесе ондай нәрсе сызбай-ақ қойсаңыздар да болады. И, соответственно, біздегі тейк не болады? Осы жердегі ең алғашқы хайға дейін біз тейк тұстай аламыз. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Вот осы хайға дейін былай осылай тейк тұстай аламыз. Мүмкін сіздер ордер блоктың мына жерінде кіресіздер, үстіңгі жағында, иә, вот үстіңгі жағында кіресіздер, да. Осы жерден кіріп, мына жаққа дейін істейсіздер, тейк тұстайсыздар. Риск прибыль 1-3 бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді дәл осы жерде қарап көрейік, 1 сағаттықпен. Қазір сабақтың екінші бөлімі шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде екінші бөлімді қараңыздар, иә.
мысалы өйстіп үлкен ТФ-да тренд анықталғаннан кейін сіздер өйстіп кіші ТФ-да не істейсіздер, яғни зоналарыңызды біркелкі қылып тауып аласыздар. Міне бағанағы айтқан жер былай өскен, құлаған, коррекция берген, имбаланс тестировать еткен и және жоғарыға қарай кеткен. И соответственно, мысалға осылай үлкен ТФ-да мысалы 4 сағаттықта таптық па, енді 1 сағаттықта біз кішкентай ордер блок тауып алғымыз келсе, тоже соответственно жерде жаңағыдай 1, 2, 3 деп санаймыз. И мынаны кішкентай ордер блогы осы біздегі 1 сағаттық таймфреймдегі кішкентай ордер блок бізде осы болады. Көріп тұрсыздар ғой бағада. Осы кішкентай ордер болып болады, и осы жерден тоже біз не істей аламыз, ТВХ қарастыра аламыз, иә. Сондықтан біраз практика жасау арқылы бұл тақырыпты түсінеміз. Келесі сабақта тоже қарастырамыз.